Бұл бағдарда кітаптың рухы сақланған болып, дүнияны өзгертуші мұхаддес кітаптағы уақиялар апойластырылып көрсетілген. Артқа! Алдыңғы бөлімлерде. Қашың артқа! Бол, тез! Жақында сен ұл туасың. Ол Құдайдың баласы. Яқыптан жұлдыз шығып, Израилдан темір хаса көтерілмекте. Сенің балаң уәде етілген яһудилер патшасы екеніне сенемін. Оның аты кім? Иса. Оның аты Иса. Менің ізімнен келуші меннен де күшлі. Мен шөл далада Құдайға жол таярлау үшін бақырған дауыспан. Орныңнан тұрды, жүр. Бұл қозғалаңшы Галилалы біздерге көп машқалаларды тудырмақшы. Айтулары бойынша бұл Иса өліні тірілтіпті. Құдайым, әммеміздің үстімізге қаһарын төкпесін дей беріңдер. Пилаттың не қылатын Құдай біледі. Қожайын, сол яһуди ибадатханада шауқын көтерді. Құдайға һәм байлыққа бірдей қызмет етіп болмайды. Егер бүгінгідей тәртіпсіздіктер қайталанса, мен ибадатхананы жауаман. Ибадатхананы бұз, мен оны 3 күннен қайта тікілеймін. Ол ибадатхананы қиратаман деп қорқытып атырыпты. Оны жоқ қылу керек. Болмаса римлер һәмме нәрсені жоқ қылады. Бұл өлтіру ме? Ауа, Никодим. Келешектегі Құдайдың халқы аман қалсын. Сен бұл ісіңе бір өмір өкінесің. Бір аптадан кейін һәмме оны ұмытады. Балам менің. Рух даяр, бірақ дене халсіз. Әкежан, оларды кешір. Олар не істеп атырғанын білмейді. Сен қайықта едің. Сен оған жартас болуың керек еді. Мен оны саттым. Енді мен одан ешқандай кешірім сұрай алмаймын. Мариям, мен осы жердемін. Мұхаддес кітап. Петр, әмеңіз мені тыңлаңлар. Қабір ашық тұр. Ол тірі. Рас па? Мен оны көрдім. Бұндай болу мүмкін емес. Яқ, мен оны көрдім. Мариям, бәлкім саған солай көрінген шығар. Сіздер мені ақылдан азды деп ойлап атырсыз ба? Петр, қабірді өзің барып көр. Ілтимас. Бақытлы. Қырық күн өткеннен кейін сіздердің үстіңізге мұхаддес рух түскенде, сіздер күшке толасызлар. Қай жерде болсаңыз да, сол мұхаддес рухтың күші сіздерменен бірге болады. Дүнияға барып, әммеге хош хабарды жариялаңлар. Тынышлық сіздерге яр болсын. Шаббат байрамына келді.
Масихилар болса керек. Исаның ізіне ерушілер хақында хабар бар ма? Яқ. Менімше олардың хаммесі Галилаға қайтып келді. Адамлардың таяр екеніне көзіңді жеткіз. Егер олар қайтып келсе, өзің жауап бересең. Мен римлердің этібарына және түсуді қалемеймін. Ани ол. Степан. Сені көргенімізден қуанышлымыз. Жүр. Біздер абайлы болуымыз керек. Себебі біздерді аңлап жүріпті. Юхан, сіздердің аман екеніңізден қуанышлымын. Степан, сіздермен көріскеніме қатты қуанышлымын. Матта. Ол қайтып келгенде қандай көріністе болады? Иса айтты, тек қана сұрау керек деді. Мен сұрап атырман. Әр күні. Уақыты келгенде мұхаддис рух хаммеміздің үстімізге түседі. Біздер біргелікте ибадат қылуымыз керек. Аспандағы әкеміз, сенің атың мұхаддис бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Аспанда орынланған сияқлы, жерде де сенің еркің орынлансын. Біздерге бүгінгі күнделікті нанымызды бере көр. Біздерге күнә істегендерді кешіргеніміздей, біздердің де күнәларымызды кешіре көр. Біздердің азғылығымызға жол қоймай, шайтаннан құтқара көр. Не болып атырыпты? Аспанға қараңлар, қатты күшлі самал келатыр. Иса, пайғамбарлар арқылы айтылған құтқарушы. Ол атанаққа шегеленген еді, бірақ өлілердің арасынан қайта тірілді. Иса, құтқарушы. Мен оның атанаққа қағылғанын көрдім. Мен оның өлімнен қайта тірілгенін көрдім. Құдайды алғыслаң. Құлақ салыңлар, хей яхуди достарым, һәм Иерусалимде жасаушы барлық халқлар. Иса атанаққа шегеленген еді, бірақ өлілердің ішінен қайта тірілді. Иса бұл дүнияға келген құтқарушы Масих. Мен сіздерге аспанда һәм жерде караматлы белгілерімді көрсетемін. Қалайынша біздер бұл тілдерді сөйлей алдық? Мұхаддис рух. Ол біздерменен бірге. Рахмет, рахмет. Туысқанлар, Құдайдың сөзіне құлақ салың. Рахмет саған қызым. Рахмет, рахмет. Мариям, сіздердің үстіңізге мұхаддис рух түскенде, сіздер күшке толасызлар. менде алтын ямаса күміс жоқ,
Бірақ мен саған өзімде барын беремен. Біздердің иеміз болған һәм құтқарушымыз Иса Масихтың аты менен орныңнан тұр һәм жүр. Келіп көр. Қара. Бұл карамат. Бұл таңқаларлық карамат. Карамат. Оны біздердің күшіміз шипалады деп ойлайсыз ба? Бұл Исадан. Ол өлмеген. Ол әрқашанғыдай біздерменен бірге. Бұл оның күшіменен аяққа тұрды. Бұны Иса істеді. 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 Иса істеді бұны. Бұны Иса істеді. Иса істеді бұны. Иса бұны істеді. Бұны Иса істеді. Иса. Бұны Иса істеді. Бұны Иса істеді. Иса бұны істеді. Иса. Иса бұны істеді. Олар не деп атыр? Және мына нәлет жауғырдың атын тілге алып атыр ма? Айтуларынша ол тіленші адамға шипа берген. Осыны басылаған адамлар менен сол тіленшіні маған алып келіңдер. Жүр былай. Тізерлеп отыр. Орныңнан тұрма. Неше адамдай оларға құлақ салған? Біздердің ойымызша 5000 лағандай. 5000 лаған. 5000 лаған? Айтшы. Сен не үшін лайықсыз адамға барып, сол өлген өтірікші хақында айттың? Иса өлген жоқ. Ол тірі. Оны атанаққа қақты. Ол өлді. Бүгін бұл адамның аяққа тұрып жүруінің себепшісі Иса Масих. Солай ма? Ол туылғаннан бері майып еді. Ауа, түсінемен. Әзірден бастап сіздерге осы тіленші, ямаса сіздердің өлген Масихың хақында айтуды қадаған етемен. Бірақ бұл хақиқат. Айту парызымыз. Парызымыз? Парызымыз? Менің де парызым бар. Ибадатхананың алдында, халқымның алдында, һәм Құдайдың алдында. Һәм және менде низам бар. Менде билік бар. Һәм сіздер менің қолымдасыз. Сіздер аузыңызды жауып жүресіз. Я болмаса, өздеріміз жауамыз. Оларды алып кетіңдер. Тұрың, бол тез. Біздер өлімнен қорқпаймыз. Исаның атыменен тәубе етіңдер. Күнәларыңыз кешірілу үшін қазірдің өзінде тәубе етсеңіз болады. Ол атанаққа қағылған еді, бірақ қайта тірілді. Болуы мүмкін емес, оған құлақ салмаңлар. Сен неге Исаға қарсыласып атырсың? Ол сенің құтқарушың. Мәңгілік өмірге апаратұғын жол. Иса әлі қашан өлді. Һәм сен де оның ізінен кетесің. Құдайға тіл тигізуші. Яқ. Иса тірі. Оны өлтірмекші еді, бірақ қолларынан келмеді. Ол хақиқи пайғамбар. Ол Масих. Сен пайғамбарлар хақында нелерді білесің?
Сенің пайғамбарың өзін низамнан жоғары қойды. Бұл бала еш нәрсе білмейді. Мен мұхаддис жазуды білемен. Сондай ма? Демек сен низамның қайталануын оқығансың. Ол сізлерді Құдайдан жүз бұрдыруға әрекет етіп атыр. Біздердің Құдайымыздан. Сенің қолларың біріншілерден оның үстінде болуы керек. Оны өліп қалғанша тасборан қылыңлар. Мен аспанның ашылып атырғанын, һәм адам ұлының Құдайдың оң жағында тұрғанын көріп тұрман. Тарслы Павел, солай ма? Ауа, бас рухани. Бүгінгідей жағдайлар үлкен қозғалаңларды көтеруі мүмкін. Ол жалған талимат тарқатты. Ол халқымызды Құдайдан жүз бұрдыруға әрекет етті, һәм қылмысына жараса жазасын алды. Бұл халықтың қалеуіменен болды. Солай ма не? Бәлкім біз екеуміз халықтың жағдайлары үшін бірге жан күйдірерміз. Бұл жеркенішлестен мен сені құтқара аламын. Бірақ маған жәрдем керек. Қандай жәрдем? Адамлар, ақша, һәм сен тараптан рұқсат етілген хат. Малық. Менің қызметшім сенің қарамағыңда болады. Алып жеп отырыңлар. Осы азық үшін шүкіршілік білдіреміз. Тусқанларым, рахмет. Біздердің иеміз Иса оны сатқан түнде қолынан нанды алып, Құдайға шүкіршілік білдіріп оны бөлді. Қош келіпсіз, достым. Келің. Біздермен бірге отырың, ауқат жең. Кешірерсің. Мен сіздерге дос емеспен. Оларды қолға алың. Жат, орныңнан қимылдама. Қашамыз, тезірек. Ауа, қашыңлар. Мына жаққа. Өзлеріңіздің Исаға сенетұғын достарыңызға жеткеріп барың. Мен, Тарслы Павел, бәрібір сіздерді тауаман. Құдай
Мен тарепте. Олар қаяқта? Күтілмегенде Хәмме Иса хақында айтуды тоқтатты. Шәкіртлері оннан бас тартып кеткеніне сенгім келмейді. Солай екен. Қаяқта олар? Мен білмеймін. Ант жемен. Олар Дамаскта. Солай деп естідім, олар Дамаскта. Түсінбеймін. Не үшін олар менен қашып жүріпті? Олар миннетдар болуы керек, себебі мен оларды Құдайдың сотынан құтқармақшыман. Ал оларды Құдай қызықтыра ма? Яқ. Олар Құдайды оқымаған бір өтірікшінің ізінен еру үшін таслап кетті. Чу жануар. Тоқта! Тұр! Сен кімсің? Айт, сен кімсің? Мен... Сен құдалап атырған Исамын. Яқ! Яқ! Иса өлген! Яқ! 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 Менің көзлерім еш нәрсе көрмей атырман. Ием. Хананя. Тур жол деп аталатығын көшеге бар. Һәм ол жерден Тарслы Павел деген адамды сора. Павел? Бірақ ол біздерді қудалап атыр. Сенің ізіңне ерушілердің әр біреуін ұстап атырыпты. Мен оны өзімнің атымды бүткіл дүнияға, халқыларға, патшаларға һәм израилыларға ұлылату үшін таңладым. Бар.
Кімсің? Сен кімсің? Сөйле. Өш алғың келіп жүрген адамлардың біреуі мен. Кешір мені. Мен сені қапа қылдым. Мен Құдайды кемсіттім. Менің жаным өртеніп батыр. Маған жәрдем бер. Менің атымды дүния жүзіне ұлылау үшін мен оны таңладым. Мен Құдай тарапынан жіберілген адаммын. Сен үшін. Мен сені танимын. Сен менің үйіме келдің. Яқ, кетпе. Керек емес, мені тасылап кетпе. Мен Хананя, Иса Масихтың атыменен сені суменен шомылдырамын, Тарсылы Павел. Өйткені ол сені таңлап алды, оның атыменен дүнияны өзгертуің үшін. Иса Масих атынан. Иерусалим. Айтуларынша Тарсылы Павел соқырлықтан шипаланып, Галилалыларға қосылған екен. Мен оны іздеп табаман. Содан кейін не? Сенің ізіңнен және басқа біреу жіберейін бе? Яқ. Жасай берсін. Гамалиэлдің айтқанындай, егер бұл адам тарапынан болса, бұл өз-өзінен жоқ болады. Ал егер Құдай тарапынан болса, біздер оны жеңе алмаймыз. Павел Құдайға келді, бірақ Исаның ізіне ерушілерді жоқ қылуды қалайтұғынлар елі көп еді. Оларды бері алып шығыңлар. Юханның ажағасы Яқып басшылар тарапынан қолға алынды. Юхан! Артқа! Яқ! Кеттік. Денені алып кетіңлер. Юхан! Кеттік. Иерусалимнен қашу керек.
Бул жерге bizlerdi Иса алып келди. Ол bizler үшін осы жерде құрбан болды. Жүдә қауіплі. Егер біздер қалсақ, әммеміз өлеміз. Мен өлімнен қорқпаймын. Біздер ешқайсымыз өлімнен қорқпаймыз. Бірақ Томас дұрыс айтты. Біздер өлгенменен Иса туралы ешкім айтпайды. Жоларыңыз болсын, достарым. Юхан, жақынларың менен айырылсудың қиын екенін білемен. Бірақ сен жалғыз емессің. Һәм ешқашан жалғыз болмайсың. Көп нәрселер өзгерді. Сен қайқа бармақшысың? Бәлкім арқа тарапке, Ефеске. Аумет тілеймен. Біздер және көрсеміз, Петр. Жерде, ямаса аспанда. Иерусалимнен кетуге мәжбүр болғанлықтан, шәкіртлер елшілерге айланып, һәм һәмме жерге жаңа сенім тұқымларын тарқатты. Басқаларға қарағанда Павел ұзақ еллерге дейін барды. Ол жер орта теңізінде жасаушы мыңлаған адамларды Құдайға алып келді. Міннетті Арман, рахмет сізге. Бірақ оның қудалаған ескі өмірі оған кесентете берді. Тарслы Павел. Біздер сенің кім екеніңді білеміз. Бұл сол адам. Ауа. Мен сіздерге зиян келтірмеймін. Менің Дамаскта көплеген достарым бар. Сен оларға барыпсаң, һәм көп оларға азап беріпсең. Мен өзгердім. Менің көзлерім көреді, ал енді ашылды. Өтірікші. Мен бұл іслерді өзімді хақ деп ойлап істедім. Құдайдың қалауы де сол деп ойладым. Менің бұған сенімім кәміл еді. Бірақ кейіннен маған Иса көрінді. Ашу ғазеппенен айыплау үшін емес, ал сүйіспеншілікпенен. Себебі сүйіспеншіліксіз біздер еш нәрсе емеспіз. Сүйіспеншілік сабырлы, һәм мейірімлі. Сүйіспеншілік қызғанбайды, мақтанбайды, һәм менменлік қылмайды. Еш жаманлық қылмайды, ал хақиқаттылыққа қуанады. Ол һәмме нәрсені көтереді, сенеді, һәм үміт етеді, һәммесіне шыдайды. Һәмме нәрсе жоқ болып кетсе де, үш нәрсе мәңгіге қалады: сенім, үміт һәм сүйіспеншілік. Бірақ бұлардың ең басысы сүйіспеншілік. Сенің атың кім? Лука. Лука, жүр менің. Жалғыз өзім еплей алмаймын.
Петр, сен көп іслерді істеп атырсың. Менің адам аулаушым, мен сенің менен мақтанаман. Жаратқан ием, мен тап сенің айтқаныңдай қылдым. Бүткіл Яхудияға сенің қош хабарыңды жарияладық. Бұл тек қана баслануы. Бүткіл дүниядағы көплеген адамлар сіздерді есткісі келеді. Бірақ сенсіз бұл... Есікті аш, Римнің атынан. Жауап бер. Ұмытпа. Есік хамме үшін ашық. Біздерменен жүруің керек. Жүзбасы Корнелий сені көрмекші. Ұмытпа, есік хамме үшін ашық. Маған періште көрініп, сені тауып алуымды, һәм айтқанларыңның хаммесін естуімді бұйырды. Өтінемін, мені құтқар. Мен саған ұқсаған апуай адамман. Бірақ сені Иса құтқара алады. Жүр менің. Мен, Петр, су менен шомылдыраман Корнелий, әкемнің, ұлдың, һәм мұқаддес рухтың аты менен. Корнелий римлілердің арасында Исаның аты менен шомылдырылған бірінші адам еді. Рахмет. Рахмет айтуға арзымайды. Келіңлер, хаммеңіз шомылдырылың. Исаға сенген har бір адам оның аты менен кешірім алады. Har бір адам. Петр, жүр менен. Мен сені адамларды аулаушы қыламан. Хан, біздер не қыламыз? Дүнияны өзгертеміз. Жығырма жылдан соң шәкіртлер дүниядағы ұлы қалаларға, Антиохияға, Коринфке һәм Римге хош хабарды тарқатып, қапа болғанларға үміт берді. Мен сіздерге азабыңызды жеңілдететін қуанышлы хабар алып келдім. Ұлы ұстаз хақындағы хабар. Иса Масих хақында.
жүрөклөрүңүздө Исага ашыңлар. Сонда мәңгілік өмірге ие боласыздар. Қане бері жүр, оны бұл жерден алып кетіңлер. Басшылар жаңа патшалық хақындағы уазларды қауіплі деп санайтұғын еді. Кім сен? Жауап бер. Туысқанларым, біздер көрген қиыншылықтарымызбенен мақтанамыз. Себебі қиыншылықтардан сабырлық келіп шығатұғынын білеміз. Ал сабырлықтан тәжірибе, ал тәжірибеден үміт келіп шығады. Масихилардың жазып тастихлауы бойынша шәкіртлердің әммесі өзлерінің сенімі себеплі өлтірілді. Петрді Римде басын төмен қаратып атанаққа қақты. Ал Маттаны Эфиопияда өлтірді. Томасты Құбыла Индияда, ал Юханды Рим қаласында улады. Паул, олар сенің артынан кетіріпті. Мұналарды ал. Бір нәрсе болса да сақлап қалу керек. Менің өзімді болмаса да, кеш болмағанда сөзлерімді. Болды, бара бер. Мен ұлы күресте қатынастым. Һәм ақырына дейін жетіп барып, сенімімді сақлап қалдым. Римлілер Павелдің басын шауып өлтірді. Бірақ оның сөзлері жасауды давам еттірді. Оның хатлары жаңа келісімнің дерлік ярымын құрайды. Бірақ ақырғы бап бәрібір жазылуы тиіс еді. Римлілер Юханды өлтіре алмады.